аға, күйеу бала, қайын жұртта бір кісі қайтыс болған кезде жуындырып, кеміндеп, және жерлеу рәсіміне қатыспайды екен дейді. Енді сен постоянно пол жуып жүрген күйеу бала болсаң, жуа бер, ештеңе етпейді. Үйренген жұмысың ғой. Бірақ қайын жұртқа барып, күйеу бала полды жудырған сәл әберсіздік. Ер адамды олай қыздары барлығы келіндері талтайып отырып өлгенде, олар жай отырмайды, күліп ойнап қалжыңдап отырды. Өлген адам артынан өлгенше жылаған адам мен әлі көрген жоқпын. Күліп ойнап, моментте елдер келатыр деп жылап, ол аферистіктің талайын көріп жүрміз ғой, ол далбаса нәрсе. Сондықтан күйеу бала жууға міндетті емес. Күйеу бала ол еркек адам. Еркек адамды пол жуғызу енді салтыңда болса, жуып жүрген күйеу бала болса, жауа берсін. Жұмысы. Ал жумаған еркекті жуғдырудың қажет жоқ. Ол жумай қойса, оны қарабет қылып, жумай қойдың сен деп жек көрмеңіздер. Мен папамның жуған жерін, өлген жерін жумадың сені, сволочь деп ажыратып кетіп жүрме енді пол үшін. Өзің жу, қыздары жусын, келіні жусын. Дәрет алғанда дұрыс болу үшін судың мүшелерден моншақтанып тұруы жеткілікті ме, ағып тұруы шарт па дейді. Біздің қазекең қатырады. Жусаң болды. Моншақтай ма, шашақтай ма, мотормен жуасың ба, шлангымен жуасың ба, қолыңды тығып аласың ба, суырып аласың ба, білгеніңізде. Су ақса болды, су тисе болды. Қолыңды жуасың, жуған кезде бүйтіп ұстап тұрып, анау түрлі шіріп деп ағу шарт емес. Қолыңды суға тығып аласың, болды, жуылса болды. Қолың жуылса, дәрет алғанда болды. Күйеу бала жерлеу рәсіміне қатысады ма дейді? Қатысады. Жоқ, егер күйеу бала нәзік болса, жылаңқы болса, жылаңқы күйеу балалар бар ғой. Мысалы, жылай берсе, енем деп тұра алмай, әйелдер сонда енесі үшін өліп қалатын күйеу болса, қатыспайды ондай. Онда күйеу бала өлтіріп аласыңдар. Бір адам өліп атқанда тағы біреуін өлтіріп аласыңдар, керек жоқ. Сонда ене историяда, сонда күйеу бала историяда болса, енем деп өліп қалатын, талып құлап атқан болса, онда қатыстырмаңыздар. Сонша уақыт оқылмай жүрген құптандағы уәжіпті енді оқуым шарт па, ол қарыз ба маған дейді. Қарыз, уәжіп, міндет. Күйеу бала зиратқа бармай жүргеннің себебі, ана еркектің бәрі зират қабырбасына кетіп қалғанда, үйдегі әйелдерге командовать етіп, келген адамдарды күтіп алып, зиратқа баратын, зиратқа жіберіп, тамақ беретін жерлер бар, тамағын бердіріп, отырғызып, бәрін тәртіпке салып отыратын күйеу бала болады. Енді өзінің баласы бармай қалмайды ғой қабірге топырақ салуға. Күйеу бала енді баласы, но не баласы. Но баласы, но не баласы. Сол үшін сен қала тұршы деп қалдырып, содан қалған дүние. Ақша жинаған кезде күйеу балаға жаздырады. Егер сенсеңіздер, сенбей оңбаған күйеу болса жаздырмайсың. Реке, амансыз ба? Тек амандық білейін дегенмін. Алхамдулилля, шүкір. Аман адам сөйлеп тұр ғой, Құдайға шүкір. Көріп тұрсың, күліп тұрмын, шүкір, алхамдулилля. Қуанып тұрмын сіздерді көріп. Тыңдағандарыңызға көріп, мен риза болып тұрмын. Намаз оқыған жерде дейді, таракан болмайды екен ұстаз дейді. Жақсы ғой. Дезинфекция шақырып жүрмейсің, двойной расход болмайды. Экономия, оқи бер. Намазың қабыл болсын. Бірақ намазды таракан үшін оқыма, намазды Алла үшін оқы. Таракан болмайды екен деп, елдің бәрі тараканды кетірім деп намаз оқып, таракан біткеннен кейін намаз тастап кетіп жүрме, енді таракандар кетті, енді келгенше намазды қоя тұрайын деп намаз тастап кетіп жүрме. Намаз таракан, паук, тышқан, крыса, скорпион, жалмауыз, жын шайтан, пері, тағы не бәрі Құдай-ау. Олар үшін оқылмайды. Намаз Алланың әмірі деп оқылады. Олар бар ма, таракан жоқ па, оқи бересің тараканға бәрібір. Таракан да бүйтіп келе жатып, кірмейміз, несі бөліне намаз оқиды. Жоқ, намазға кірмейміз, ұят болады, намаз оқып жатыр деп. Намаз оқымайтындар кім екен деп іздеп кетпейді ғой. Тараканға бәрібір. Таракан мүкәлләф емес. Тараканда ақыл, сана, иман жоқ. Иманды таракан екен демейміз ғой. Келіп жатқанда, мысалы, намаз оқитын адамдардың үйіне бір таракан кіріп кетсе, имансыз таракан екен демейміз. Тараканда иман болмайды.
Аға, біз жақта сондай рәсім бар екен, күйеу бала жинайды және жерлеуге бармайды деген. Сен жу. Сол күйеу балаңды қайын жұртың алдында, жығып берме өз жұртың алдында. Сенің туысқаның сондай болса айт, мен жуам де, мен байымды жықпаңдар де. Мен шешем өліп атса да мен жуам де, өйткені менің бұл басымда тәжім де. Біздің салтымыз енді сен жуа сал деп, еркекті баспа, былай тұр де. Еркектің аяққа жығылуын үйде диванның екеуің спальныйда расына-рас қалған кезде диванның астына тығып жіберсең де өзің білесің. Ешкім көрмеген жерде. Бірақ елдің алдында, еркектеріңіздің, бала шағаларыңыздың алдында қандай еркек болса, ондай еркек болсын, намысын жықпаңыздар. Еркек намыс жуып қала, сынып қала ма не бір жуғаннан? Сынады. Соны сындырмаңыздар. Әйелі, мен жуам. Былай тұр. Қолыңа тіреп қалған ұят емес па? Үйде жумаған, өз үйінде жумаған еркекті қайын жұртына апарып жығып бермеңіздер. Как мусульманке отличить сабр и надежду на Аллаха от того, что я просто держусь за человека и не принимаю реальность? Знаете, вот вообще какое-то испытание, будь оно в виде человека, будь ваше питание в виде ваших работ, тяния, не знаю, ваших намерений, если вы испытываете какую-то трудность, можно ли узнать, это для вас наказание, либо испытание на прочность? Знаете, если ваши действия, вот эта проблема, путем ваших действий вас приближает к Всевышнему, это ваша проблема. Если она вас привязывает к Господу, то это ваше испытание. Вы прошли испытание. Если вы отлучились от Всевышнего, то это для вас наказание. Қайын жұртта ерке қайдағы жұмыс жасаған? Супер. Сөйтіңіздер. Талтайып жатсын. Мені байым деп тұрып көрсетіп, өзің жуып, жүгіріп, носкиін жуып, сөйтіңіздер. Сіз Алматыға келесіз бе? Немеремнің тілін тартқызып алсам, былтыр бір рет тартып бердіңіз. Қалай балаңыз Бақбек? Ауыратын адамға қандай сүрелер оқып болады, көмегі бар ма? Бар, оқи беріңіз, білген сүреңіздің бәрі. Фатихадан бастап оқи беріңіз. Құранда аурудың сүрасы, өлгеннің сүресі деген жоқ, оқи беріңіз, білген сүреңіз бәрі. Егер ол, мысалы, Ясинді көбінесе сондай уақытта оқып жатады, енді адам Ясинді оқып жатқан кезде ол да дайындалып, Ясинді оқып жатыр екен ғой, өлетін болдым деп дайындала бермесін, иә? Ауырып жатқан адамның қасына сразу келіп Ясинді оқып кетсең, балаларына ренжіп, мен жазылам ба деп отырсам, бұлар мені өлтіргісі келіп отыр екен деп, одан бетер жаман болады. Дәретте қолды, аяқты, мұрынды обязательно 3 реттен жуу керек пе, әлде 1 рет су тисе болды ма? Әрбір ағзаны 3 рет жуу сүннет болады. 1 рет жуылу парыз болады. Су толық тиюі парыз болады. 3 рет жуу сүннет болады, пайғамбардың сауапты амалы. Ұлым 15-те қарсы шығады, үндемей жүрмін, не істеуге болады? Сол үндемей жүре бересің. Ол 15-ке келгенде қолда ұстаған қобызың, айтқанға көнеді. Ол 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың дейді. Қазақтың сөзі. Сондықтан қазір сіз оны үндемей жеңесіз. Қазір өткенде мен көрдім, мен алдыма келді, 16-17 бала мамасын ұрып тастаған текілеп. Не болады? Көріп тұрсың, сөзің өтпей жатыр. Сіздер тыңдағаннан кейін 1000 адам аузымды кептіріп өліп талып мен айтып жатырмын. Сен тыңдамасаң аузымды кетіріп қайтам мен жанымды қинап. Құдды сол сияқты. Көріп тұрсың ба, сөзің өтет балаға. Өткіз. Өтпей ма? Не деді ма? Аузыңды сен жап. Балаға келе жоқ. Сен жап. Жап аузыңды деп ұрма. Одан бетер өшіктіресің. Сені жек көреді, үйден қашып кетеді. Немесе бір жағдай болып қалса өзіңді жеп өтесің. Сондықтан көріп тұрсың, бабаларымыз айтады, біле тұра білмеңіз дейді. Қашан? Сөзің өтпей тұрма,
біле тұра білмей қойыңыз. 15 жыл бұрын қамдануыңыз керек еді. 15 жылда сіз басқа құндылықтарды алған шығарсыз, мүмкіншілік болмаған шығар, оны қуаламай қояйық, бірақ бүгін үндемеген үйде бәледен құтыласыз. Анамыз қайтыс болған, иманды болсын. Балаларыма сұрағансын берсем араласады. Балаларыма сұрағанын берсем дейді, араласады. Жоқ деп айтсам араласпайды. Жаным батып жүр, не істесем болады? Бауырларыма сұраған, бауырларыңа. Заман өзі солай қазір. Солай. Соны айтып атқан жоқпыз ба? Мына молдалар, намазхандар, ораза ұстайтындар, күшті уағызды айтып жүріп, бауырлар араласпай баратыр. Түсінесіздер ме? Мынау сурет салу харам, өлең айту харам деп жүрген кезде, мына бір туған бауырлар бір-бірінен бөлініп кетіп жатыр. Біз бір-бірімізді шұқып, Нұрлан имам бүйтіп айтты, анау сөйтіп айтты, анау оңбаған, оныкі қате, менікі дұрыс, мен тыңдаңдар деп жүргенде, мына жақ қазақ шоқынып, одан қалғысы тәңірші болып, одан қалғаны атеист болып, одан қалғаны бауырдан безіп жатыр. Қияметте осылар үшін сұраласыздар. Ана Нұрлан имам үшін ешкім сұралмайды. Сондықтан мен өз сұрағымды өзім жауап берем. Сондықтан барлық халық жұмылып, елді тәрбиелеуге таласу керек. Мен тәрбиелеуге емес. Мен шұқып, мен аңдып бүйтіп айтқанда, бүйтіп айтты деп. Еще сияқты солардың қатындарына да қатысты. Маған сообщение жазып, комментарий жазбай-ақ, өз